Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен бейметалдардың сабағының бірінші, яғни бейметалды бастайтын боламыз, яғни сутек. Ең бірінші осы периодтық жүйеге сутектің орнына мән берейік. Периодтық жүйеде сутек қайда орналасқан? Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне периодтық жүйеде белгіленгендей, ол негізінде бірінші периодта бірінші топта орналасқан. Оның атомдық номері 1, салыстырмалы атомдық тығызы 1,008. Ол сутегінен негізі бір жағынан ол сілтілік металдарға, екінші жағынан галогендерге ұқсас қасиет көрсетеді. Оның тотығу дәрежесі -1, 0, +1. Осы 3 тотығу дәрежесіне ие. Енді сутектің атом құрылысына келетін болсақ, міне суретте осы берілген 3D моделіне қарасаңыздар болады. Сутектің бағана айтып өткенде оның реттік нөмері 1. Сондықтан ода 1 протон және 1 электрон болады. Нейтрон жоқ. Электрондық конфигурациясы, яғни 1s болады. Бұл бірінші энергетикалық деңгейінде 1 электрон бар екенін білдіреді. Яғни мына жерде сіздерге 3D моделін видео түрінде көрсеңіздер, міне осылай электрон бірінші энергетикалық деңгейде 1 электрон осылай айналып жүреді. Енді сутектің кеңістікте орналасуына мән берейік. Кеңістікте сутек атомы s орбиталында орналасқан. Ол s орбиталы мынандай міне көрсетілгендей, ол шар тәрізді болып келеді. Екі сутек атомы қосылған кезде, яғни H2 молекуласын түзеді. Бұл кезде атомдар, яғни ковалентті байланысқа ие, яғни ортақ электрон бұлты арқылы байланысады. Енді сутектің изотоптарына келетін болсақ, оның негізі 3 изотоп бар, яғни протий, дейтрий және тритий. Яғни протийда міне H деп бір H, яғни бір протон, дейтрий 2H немесе D деп белгіленеді. Ода бір протон мен бір нейтрон бар. Тритийда 3H немесе T деп белгіленеді, яғни бір протон және 2 нейтрон бар. Және осы сіздер білесіздер ме, яғни протий ол табиғатта ең көп кездесетін осы изотопы. Ал жердегі сутектің шамамен 99-98% осы изотоптан тұрады. Ауыр су осы дейтрий түзеді. Яғни суды, біз күнделікті суды мысалы қайта қайната беретін болсақ, осы дейтрий изотопының әсеріне ол ауыр суға айналады. Яғни формуласы D2O. Бұл ядролық реакторларда нейтрондарды баяулатқыш ретінде қолданылады. Және тритий қолданылуы, яғни ядролық зерттеулерде, термоядролық реакцияларда және жарық беретін құрылғыларда осы тритийді қолданылады. Енді келесі осы сутектің ашылу тарихына келетін болсақ, жалпы сутекті алғаш зерттеген ғалым Генри Кавендиш. Яғни ол 1766 жылы ол бұл газды анықтап жанғыш ауа деп атаған. Кейін Антони Лавуазье бұл элементке хайдрожен деген атау берген, яғни хайдрожен сөзі грек тілінен аударғанда су түзуші деген мағына береді. Енді келесі сутек табиғатта қайда кездеседі? Негізі табиғатта ол көп таралған, яғни судың құрамында формуласы H2O, бәріміз білеміз. Мұнайда, табиғи газда, органикалық заттарда, тірі ағзалардың құрамында кездеседі. Сонымен қатар ғаламда сутек ең көп таралған элемент болып табылады. Жұлдыздардың негізгі бөлігі осы сутек элементінен тұрады. Негізі сутектің алыну 3 жолы бар. Ең бірінші ол металдар мен қышқылдар реакциясында, яғни бұл жерде мысалға мырыш пен тұз қышқылының реакциясын берілген, яғни мырыш хлоридін түзеп, сонымен қатар сутек газы бөлініп шығады. Екінші алыну жолы ол суды электролиздеу. Яғни суды электролиздеу нәтижесінде осы сутек газын алуға болады. Енді табиғи газдан тағы алуға да болады. Яғни бұл жерде метан
су қосқан кезде осы суы және сутек газы бөлінеді. Енді сутектің физикалық қасиетіне келетін болсақ, негізі сутек ол түссіз, иіссіз, дәмсіз газ. Негізгі қасиеттер ол ауадан 14 есе жеңіл, суда нашар ериді, тез жанғыш, ең жеңіл газ, қайнау температурасы -253 Цельсий градус. Енді химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, жалпы ол оттекпен реакцияласу нәтижесінде су түзеді. Бұл реакция кезінде үлкен энергия бөледі, ал сонымен қатар сутек ол галогендермен де реакцияға түседі, яғни қышқыл түзеді. Мына жерде хлормен мысалы келтірілген металдармен реакцияға түсіп гидрид түзеді, яғни мына жерде натрий гидридін түзіп тұр. Енді сутектің қосылыстарына келетін болсақ, негізгі оның біз жалпы бәріміз білетін қосылыс, яғни су, H2O. Сонымен қатар тағы да ол басқа көп қолданатын қосылыстары бар, яғни аммиак NH3, метан CH4, тұз қышқылы H хлор, күкірт қышқылы H2SO4. Бұл заттар, яғни химия мен өнеркәсіпте өте маңызды. Енді қолдануына келетін болсақ, сутек ең бірінші ол өнеркәсіпте, аммиак өндіруде және метанол өндіруде, мұнай өңдеуде сутектің маңызы ерекше зор. Сонымен қатар энергетикада сутек отын элементтері ретінде қолданылады. Қазіргі заманда осы сутекті қолданып, яғни жаңа машиналар ойлап тауып жатыр, осы негізгі отын ретінде пайдалану көздеп отыр. Енді ғарыштық техникалда да осы сутек газын қолданады, яғни сұйық сутек ракеталық отын ретінде қолданылады. Сонымен қатар осы мысалы мына жерде НАСАның ракеталарында қолданылады. Енді осы сутек туралы кішкене қызықты және тың мәлімет қоса кетейін, яғни ғаламда атомдардың 75% осы сутектен тұрады. Күн энергиясын сутектің ядролық реакцияларынан пайда болады. Сутек ең жеңіл элемент және сутек жанғанда тек су түзіледі. Енді сутекпен біз зертханада жұмыс жасаған кезде қалай жасаймыз, яғни қандай ескертулер бар, соған мән бере кетейік, яғни ашық оттан алыс ұстау керек, жақсы желдететін жерде жұмыс істеу керек, газдың жиналуына жол бермеу керек, арнайы қорғаныс құралдарын пайдалану керек, мысалы қолғап, қорғаныс көзілдірік деген сияқты. Сутек ауада жарылыс қаупі тудыруы мүмкін, сондықтан өте абайлау болу керек. Енді болашақта осы химия саласы бойынша жұмыс жасасаңыздар. Енді сутектің болашағы туралы қарап көрейік. Қазіргі уақытта осы бүкіл әлемде сутек энергетикасы дамып келе жатыр. Ол не себептен, яғни жанғанда тек су пайда болады. Бағана біз реакциясын қарап өттік. Қоршаған ортаны ластамайды. Сонымен қатар жаңартылған энергия көзі болуы мүмкін. Бағана біз машинаны мысалға келтірдік. Көптеген елдерде сутекпен жүретін көліктер, электростанциялар, отын элементтері дамып келе жатыр. Жалпы бүгінгі сабақ осы сутек туралы болды. Егер түсінбегендеріңіз болса, тағы да талқылайтын боламыз. Және осы астыда берілген сілтеме бойынша сутек туралы тапсырмаларды, тесттерді орындауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.